Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандарым, құрметті достар, жігіттер. Мынау көп жағдайларда ерлердің сұрақтарын қозғаудамыз. Енді бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз мынау көп жағдайларда жастардың арасында істесе, мынау жыныстық жолмен берілетін аурулар. Яғни бір оқырман айтқан екен, түнгі көбелектерге барса қандай ауру жұғады, қаупі қандай. Ал енді осы тақырыпты қозғамас бұрын сіздерге айтарым, біздің мынау каналдың өркендеуіне, өсуіне атсалысайық. Сіз болып, біз болып 100 000 подписчикке жетуге аз уақыт қалды. Соған байланысты тіркеліп алыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Біздің каналда тек қана пайдалы ақпараттар алып отырасыздар. Ал енді жігіттер, мынау айта кететін көп мәселе бар. Осының ішінде осы жыныстық жолмен берілетін аурулардың қаупі қандай? Ерлердің арасында таралып жүрген. Және де осы аурулардың көбі біздің ұрпағымыздың дамымай қалуына, жаңағы бедеулікке апаратын жолдары қандай? Осыны қозғап кетсек, қандай түрлері бар осы жыныстық жолмен берілетін аурулардың? Атап кетсеңіз деп сұраған екен. Әрине, ең алдымен қауіптенетініміз, біз мынау ержеткеннен кейін ер балалардың көбісі, яғни жыныстық жетілуден кейін жеңіл жүрісті көп жағдайларда жолмен жүріп қояды. Мысалы, енді түнгі көбелек деп сұрап жатады, бірақ айтып жатады. Енді бірақ айтарым, жеңіл жүрісті жолмен жүрген кезде қандай аурулар жұғуы мүмкін? Ең алдымен айтап кететініміз бірінші сифилис ауруы. Яғни бұл жыныстық жолмен жұғатын аурулардың ең ауыр түрі. Екінші ВИЧ, яғни СПИД деп жатамыз. ВИЧ ауруы бұл әрине аутоиммундық, яғни иммундық жүйені жою арқылы адамның өліміне алып келеді. Жүре-жүре иммундық жүйеге атака жасаған кезде CD4 деген клетка бар ағзада. Осы CD4 клетканың үнемі азайып келуі арқылы адамның өмір сүру шеңбері азаяды. Әрине бұл жерде СПИД орталықтары жұмыс жасайды, тіркеуге қояды. Енді оны уақытылы барып тіркеліп жататын болса, әрине өмірін ұзартуға әрине уақытысы бар. Бірақ бұл жерде әрине қайғылы жағдай болуы мүмкін. Ары қарай созыла беретін болса, бұл бір ғана иммундық жүйені емес, өкпе жолдары, тыныс жолдарының зақымдануына алып келмек. Иммунитет төмендеді деген сөз, иммундық атака болғаннан кейін әрине ар жағы айтып қой. Әрине ешкімнің басына бермесін, мына жайттарды ешкімнің басына болмай қойсын. Бірақ жастардың арасында бұны білу керек міндетті түрде. Екінші сифилис. Сифилис ауруы бұл көбінесе осы жыныстық жолмен берілетін жұқпалы ауру болып табылады. Өйткені бұның жұғу жолдары жыныстық жолмен беріледі. Оральды болсын, анальды болсын, жаңағы вагинал жолдармен де берілуі мүмкін. Сонымен қатар осы жыныстық жолмен сифилис жұқтырғаннан кейін бұл басқа адамға контакт жолы, қан арқылы болсын, басқа жыныстық жол арқылы таратуы мүмкін, таратушы болуы мүмкін. Және де ВИЧ ауруларда бұл қанмен беріледі, қаннан тарауы мүмкін. Соған байланысты бұл әртүрлі жаңағы гигиена сақталмауына байланысты болып жатады. Әрине одан кейінгі түрі бұл гепатит, яғни гепатит Б-С аурулары ағзаға әрине әсерін тигізеді. Гепатитпен мысалы жұқтырып алатын болса, уақытылы емделмейтін болса, бұл да бауырдың біртіндеп ырыққа айналуы мүмкін. Бауырдың ауруы аса қатты біліне бермейді. Енді алғашқы симптомдардың бірі көздің сарғайы болуы мүмкін, басқа жайттар болуы мүмкін. Одан кейін мысалы кейін бұны жай байқап жатамыз. Соған байланысты міндетті түрде жылына 1 немесе 2 рет кем дегенде гепатитқа қан тапсырып отыру керек. ВИЧқа да қан тапсырып отыру керек. Ол сау адам болсын, болмаса қанмен жұмыс істейтін жігіттер болатын болса, егер де мынау сондай жайттар болатын болса, бастарында міндетті түрде қан өткізу керек. Өйткені ВИЧ жаңағы СПИД деп атамыз. Екінші жаңағы сифилис, одан кейін мынау гепатит ауруларын ең басты мәселеде тексеру керек болады. Жылына өзіміз профилактика ретінде тапсырып отыруымыз керек. Енді біз медицина қызметкерлердің ішінде осыны анализдерді міндетті түрде тапсырып отырады. Сифилис айтпай қойын, бірақ ВИЧ пен жаңағы гепатитқа міндетті түрде қан тапсырады. Ал енді келесі жыныстық жолмен берілетін аурулардың ішінде 9 түрін ажыратамыз. Бұл бірінші хламидия, екінші трихомониаз ауруы, үшінші микоплазма, төртінші уреплазма, бесінші гардронелла дейміз. Алтыншы түрі бұл вирус простого герпеса, жетіншісі мынау цитомегаловирус деп атамыз. Бұл да вирустардың ауыр түрлері болып табылады. Одан кейінгісі мынау кандидалар. Одан кейін 9-шы түрі бұл гонорея, яғни соз деп атамыз. Бұл патологиялардың да барлығы осы жыныстық жолмен беріліп жатады. Ал енді ең ішінде қауіптісі қайсысы деп атады. Енді қай-қайсысы болсын әрине әсерін тигізуі мүмкін ағзаға. Бұл эффекттің ағзасына түсетін болса, қандай проблема шақыруы мүмкін.
егер де хламидиоз инфекциясы түсетін болса үрпі жолдарына, бұл шақыруы мүмкін, еркектік бедеулікке апаруы мүмкін. Екінші, сперматозоидтардың сапасының төмендеуіне алып келуі мүмкін. Үшінші себеп, бұл хламидиоздың қауіптілігі мынау еркектің шәует жүретін каналдың бойын бітеп тастауы мүмкін, яғни стриктура болуы мүмкін. Стриктура дегеніміз, яғни бітелген каналдың бойы тарылып, сол жерден обструктивті азоспермия, яғни бедеулікке алып баратын бірден бір қауіпті инфекция осы хламидиоз болып табылады. Әрине бұл уақытылы табылып емделетін болса, қайтынды жағдай емделеді бұл патология. Екінші, мынау хламидияның қауіптілігі әйелдер үшін де қауіпті. Өйткені трубаларында бұл кісілердің де жабыспа аурулары болуы мүмкін. Сонымен қатар мынау әртүрлі мынау трубалардың қабынуына алып келуі мүмкін. Яичниктердің же аднексит аурулары болады, басқа да қосымша гинекологиялық аурулардың туындауына осы хламидиоз шақыруы мүмкін. Және де мынау ерлерде бұл хламидиозный цистит, уретрит, простатит ауруларын туындатады хламидиоз болатын болса. Әйелдерде де цистит болуы мүмкін, және қосымша кальпит, басқа да трубалардың ауруы, аварит дейміз, сол сияқты ауру, аднексит аурулары осы инфекцияларға байланысты туындап жатады. Екінші, трихомонияз. Трихомонияз ауруларда ол әрине жеңіл емес. Бұл трихомонияздың да қауіптілігі үрпі жолдардың зақымдануы, жаңағы уретрит асқынатын болса, іріңнің бөліністері болуы мүмкін, қуық жолдарының қабынуы, простатит шақыруы мүмкін ерлерде. Одан кейін мынау келесі түрлер микоплазма, уреплазма деген, ол да жаңағы жүру мүмкін ағзада, белгілі бір симптомдар білінбей жатады. Ол жағдайларда ауру сезімі, жаңағы іріңді бөліністер болмайды. Атап айтсақ, тағы ішінде қауіптілігі мына гонорея. Гонореяны көп жағдайда халықтың ішінде триптер, яғни трипак деп жататынымыз. Бұның да қауіптілігі, бұл да қуық жолдарының қабынуына, жаңағы простата безінің қабынуына, ары қарай үрпінің қабынуы, сонымен қатар жұмыртқа еннің қабынуына алып келіп жатады. Еннің қосалқысының қабынуына келіп жатады. Эпидемит, жаңағы архит деген аурулар туындатып жатуы мүмкін. Соған байланысты бұл аурулардың әрине қай-қайсысы болсын қауіп төндіруі мүмкін. Егер бұл ағзада иммундық жүйе әлсіз болатын болса, бірден көрініс беруі мүмкін. Егер де бұл қалай жұғады? Әрине жыныстық жол, аты айтып тұрғаны жыныстық жол арқылы жұғады, гигиенаның дұрыс сақталмауына байланысты жұғады, партнердің жаңағы бірнеше ер азаматпен жату арқылы басқа инфекцияны бір тасымалдау болуы мүмкін. Әйел кісі ауырады, өзі ауырмауы мүмкін, бірақ тасымалдап жұқтыруы мүмкін. Сіз егер де ер бала жұқтыратын болса, бірден 3 күннен кейін, 3 күн мен 7 күннің арасында инкубациондық уақытысы гонореяның жаңағы шығып жатады. Жұқтырғаннан кейін көбінесе бірінші белгілер іріңді бөліністер байқалады. Ақ түсті, сары түсті, болмаса түссіз сұйықтықтардың еркектің жыныс жүйесінен ағып байқалуы мүмкін. Мынау іш киімдер болған жатады осы кездерде, яғни міндетті түрде мынау самолечение дейміз ғой, өзіміз біліп емдеп жатады, көп жатады, асқындырып алып келіп жатады, болмаса біреудің айтқан советімен емдеп жатады. Әрине міндетті түрде бұл жерде маманға барып тексеру керек. Ертеңгі күні бұның енді ағза өзі күресуі мүмкін. Ағза өзі күресіп, бұны инфекцияны жеңу мүмкін. Өйткені бірінші қарасаңыздар, біздің ағзамызда температура пайда болады, ағзаның бірінші қандай да вируспен күресуі, бірінші симптомдар байқалуы мүмкін. Егер иммундық жүйеңіз мықты болса, өзі тоқтап қалуы мүмкін, бірақ ол жерде тоқтап қалды, ары қарай қоя салудың қажеті жоқ. Ертеңгі күні бұл қайтадан рецидив беріп, қайта өршуі мүмкін ағзада. Ең алдымен тексеруден өткізіп, ары қарай маманның емін алу керек болады. Ертеңгі күні бұл ұрпақтың болашағына әсер беруі, бедеуліктің қайдан туындап жатуы. Мысалы, үйленгеннен кейін бала болмай жатады, жастардың арасында. Неден кімнен болды іздейді, сөйтсе еркектен болып жатады. Еркектер көп жағдайларда аса мән бере бермейді, құлақ аспайды. Мысалы, ондай нәрсе болады, еркек басында деп жатады. Бірақ сіздің ағзаңыз үшін қалыпты болуы мүмкін, бірақ мына жігіттің мысалы ағзасы үшін патология болуы мүмкін. Соған байланысты бәріне бірдей осы айтқандай не повезло, нормально, не повезло, попало деген сияқты ғой. Мысалы, аурудың несіне беріп қойдың, мысалы ағзаң ертеңгі күні соның зардабын шегуі мүмкін. Соған байланысты жігіттер, бұл жерде сіздерге айтарым, алдын алып жүріңіздер. Ең алдын алудың бірі гигиена дұрыс сақтану керек. Қандай да жыныс қатынастық жағдайлар болатын болса, әрине мүшеқап қолдану керек. Өйткені мүшеқап ол қанша дегенмен сіздің ағзаңызды 80-90% болса да қорғау қалпы бар. Одан кейінгі уақытта әрине бұл айтарым жыныстық жеңіл жүрісті жолмен жүретін
қыздарға барудың керегі жоқ. Егер жасыңыз келді ма, негізі үйлену керек. Өйткені әр адам нәпсісін өзі тию керек. Өйткені нәпсісін тимайтын болса, ол әртүрлі ауруға душар болуы мүмкін. Соған байланысты бұл сіздерге берген менің ақпаратым. Міндетті түрде ақпарат толық қарап шығыңыздар, достарыңызға бөлісіңіздер. Егер осындай проблема сіздің болмаса досыңыздың бойына жүретін болса, міндетті түрде осы видеоны көріп шығуын айтыңыз. Ал енді достар, біздің тақырыбымыз ұнаған болса, міндетті түрде достарыңызға тағы да бөлісіп, біздің қоңырау шоқына басып, тіркеліп кетіңіздер. Өз ойларыңызды астына комментарийға бөлісіп кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.